Қайырлы күн достар, мен сіздерге өзім арықтауға пайдаланып жүрген ас мәзірлерінің тағы бір нұсқасын ұсынамын. Сізді осы видео қызықтырса, арнама тіркеліп қоңыраушаны басыңыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен топа-таңғы ас кокос стружкасы қосылған сырники дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм сүзбе, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қант, 1,5 қасық манка жармасын, 2 ас қасық кокос стружкасын және жарты шай қасық қопсытқыш қосып, барлығын араластырып блендермен еземіз. Езілген сүзбемізді шарик тәріздес етіп, бөліктерге бөліп пішіндейміз. Табаға салып, қақпағын жауып, екі жағынан пісіріп аламыз. Міне таңғы асымыз сырники дайын болды. Олар өте нәзік, үлпілдек болып шығады. Қалауыңызша әсемдеп, қаймақпен таңғы асқа ұсынасыз. Енді түскі асымызды жасауға кірісейік. Люля кебабпен гарнирге қара құмық дайындаймыз. 200 грамм тартылған етке ас көк, 1 пиязды турап қосамыз. Осы люля кебабты дайындау бойынша толық видео менің арнамда бар. Тартылған етті таяқшаларға орналастырып, 200 градуста қызып тұрған пешке 30 минуттай пісіріп аламыз. Гарнирге қара құмықты суға пісіріп аламыз. Және көкөністерді қалауымызша тураймыз. Түскі асқа 100 грамм көкөніс, 100 грамм ет және 70 грамм қара құмық өлшеп аламыз. Кешкі асқа салат дайындаймыз. Қиярды бөліктерге бөліп тураймыз. Үстіне қызанақты турап қосамыз. Редисканы уақтап тураймыз. Үстіне жүгері сеуіп, тұз қосып, ас көк қосып, май құйып, қалаған соусыңызды қосып, кешкі асқа түскі астан қалған люля кебабтан 100 грамм, салаттан 120 грамм өлшеп аласыз. Кешкі асыңыз дайын. Алдағы уақытта осындай видеолар көргілеріңіз келсе, комментарийге жазып, видеома лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр, арнамнан алыстамаңыздар.